жалпы интенсив түсіндіріп кетейін сізге. Интенсив дегеніміз бұл өзіміздің өтіп жатқан ағымдық сабақтарымыздан бөлек өтетін негізгі базалық немесе қалып кеткен тақырыптарды қорытындылайтын сабақ. Енді бұл сабақта біз бүгінгі тақырыптың басты тақырыбы ретінде жасуша құрылысын алдық. Жасуша құрылысы туралы бүгін біз сіздермен сөйлесетін боламыз. Алдағы бір сағат уақыт аралығында сөйлесетін боламыз. Ендеше жасуша құрылысы. Жасуша дегеніміз не? Жасуша дегеніміз бұл тірі ағзалардың құрылыстық және қызметтік генетикалық ең кіші өлшем бірлігі. Жасуша тіршіліктің ең кіші бірлігі болып саналады және барлық тірі ағзалар осы жасушадан тұрады. Бұл жерде әрине вирустардан басқа барлық патшалықтағы тірі ағзаларды қоса алғанда осы жасушалық құрылым деп атаймыз. Неге тірі ағзалардың функционалдық және құрылымдық өлшем бірлігі болып саналады? Оның себебі тірі ағзаға қажетті барлық тіршіліктік процестердің кешені осы бір жасушада жүреді деген сөз. Енді осы жасуша туралы айтып бастаған болғандықтан біз жасушаның құрамдас бөліктеріне тоқталып кетсек. Бұл біздің алдымызда берілген жасуша мембранасы, цитоплазма және ядро. Кез келген жасуша осы үш құрылымнан тұрады. Егер де жасушаның осы құрылымдары болмайтын болса, біз оны жасуша ретінде қарастырмаймыз. Келесі. Жасушаның құрамдас бөлігі ретінде біз жасуша қабырғасын айтып өттік. Жасуша қабырғасы дегеніміз бұл цитоплазмалық мембрананың астында орналасқан қатты және қалың қабат. Түсінікті ғой? Бұл құрылым бактериялар, саңырауқұлақтар және өсімдіктердің жасушаларына тән. Яғни бактериялар, саңырауқұлақтар, өсімдіктер. Бізде қай патшалық қалып кетті? Ол қалып кеткен бізде жануарлар патшалығы. Жануарлар патшалығында кез келген жануардың мембранасы бар, бірақ жасушаның қабырғасы жоқ. Бұны қалай түсінеміз? Жасуша мембранасы деген өте жұқа қабық болады. Ал жасуша қабырғасы жасуша мембранасының сыртында орналасқан қосымша қатты қабығын айтамыз. Бұл сонымен қатар жасушаны қорғай отырып, жасуша қабырғасы оның механикалық және химиялық төзімділігін қамтамасыз етеді. Сыртқы факторлардың әсеріне төзімді етеді. Жасуша қабырғалары бар. Енді жасушаның қабырғасы, біз айтып өткендей, бұл әр патшалықтың қабырғасы әртүрлі болады. Яғни әр бактерияның, өсімдіктердің сыртқы жасушасының қабырғасы әртүрлі құрылымдардан тұрады. Бұлар бізде бактерия қабырғасы, біріншісі. Бактерия қабырғасы, олар муриннен тұрады. Бактерия штамдары қабырғасының құрылымына байланысты, ол бізде грамм оң және грамм теріс болып бөлінеді. Бұл олардың антибиотикке сезімталдығын анықтайды. Яғни бізде грамм теріс бактериялар пенициллинге төзімді болып табылады. Яғни келесісі ол бізде балдыр қабырғасы, мысалы диатомды балдырлар өзінің қабырғасын кренземнен жасайды. Үшіншісі ол бізде саңырауқұлақтар. Саңырауқұлақтар бізде неден тұрады? Саңырауқұлақтар қабырғасының негізгі компоненті хитин. Хитиннен тұрады. Саңырауқұлақтардың жасуша қабырғасының негізгі компоненті ол хитин және глюкандар дедік. Яғни глюкандарға не жеткізамыз десек, Д-глюкоза мономерінен тұратын полисахаридтерді жатқызамыз. Сонымен қатар хитин мен глюкандар жасуша қабырғасының беріктілігін қамтамасыз етеді екен. Келесісі, ол бізде қабырғаның компоненттері. Бізде қабырғаның компоненттеріне келетін болсақ, олар бізде бірінші қаңқадан
және матрикстен тұрады. Жалпы қабырға мен қаңқа мен матрикстен тұрады деп айтамыз. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз қаңқа ол өсімдік қабырғасының қаңқасы целлулозадан тұрады. Бұл целлулоза молекулаларды сутектік байланыстар арқылы берік және мықты микрофибрилер түзеді. Осы сутектік байланыс арқылы. Келесісі ол бізде матрикс. Матрикс ол жасуша қабырғасының матриксы жалпы массасының 60%-ын құрайды. Микрофибрилдер арасындағы кеңістікті толтырады және матрикстің негізгі компоненттері гемицеллулоза және пектин болып табылады. Гемицеллулоза дегеніміз ол бізде целлулозаға ұқсас, бірақ қысқа тармақталған мономерлер тізбегінен құралған полисахарид. Жасуша қабырғасының беріктілігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бізде пектин де полисахаридтерге жатады, құрамында метил спирті болады және пектин кальций және магний иондарымен байланыс түзу арқылы байланысады. Енді мына жерге қарайық, бұл жерде жасушаның несін көрсетіп қойған, қатты сабағын көрсетіп қойған. Бұл діңі, ағаштың діңі, негізінен осы қатты жері осы жасушасының қабыршағы болып табылады. Оны біз лигнин деп атаймыз. Лигнинде тура көмірсудың мүйізделген түрі болып табылады және ағашқа ерекше қатты беріктік береді өзіне тән. Біз сыртқы қаңқасын айтып өттік. Сыртқы қаңқасын матрикстен және матрикстен бөлек қаңқадан тұратынын білдік, сыртқы қабыршасын. Енді кез келген жасуша ол бізде биомембранадан тұрады. Биомембрана дегеніміз ол жасушаның ішкі жағында, цитоплазманың сыртқы бөлігінде орналасатын, жасушаны қорғап тұратын және оның түрлі қызметін қамтамасыз ететін құрылым. Мембраналар липидтің 3 түрінен тұрады. Олар фосфолипидтер, гликолипидтер және холестерол. Біріншісіне тоқталып кетсек, бұл бізде биомембрананың негізгі компоненті болып табылатын фосфолипид. Олар екі ұзын гидрофобты құйрықтары және бір бастан тұрады. Фосфолипидтер биологиялық мембрананың 6 молекулалы қабатын құрайды. Бұл құрылым жасуша мембранасының иілгіштігін қамтамасыз етеді. Мына жерде 6 молекулалы деген қалай? Бұл мынау бас пен құйрықтар ішкі бөлігінде тұрады да, басы сыртқы бөлігінде тұрады. Тура солай төңкерілген екінші қабаты тұрады, яғни фосфолипидтердің қос қабатынан тұрады. Бұл мынаның басы бізде гидрофильді болып табылады, ал ішкі бөлігі майлы қабаты бұл гидрофобты болып табылады. Екіншісі гликолипидтер. Гликолипидтер көмірсулар қосылған липидтер. Олар плазмалық мембрананың сыртқы липидті қабатында орналасқан. Үшіншісі ол бізде холестерол. Холестерол дегеніміз липидтердің гидрофобты құйрықшалары арасындағы бос орынды толтырып, олардың тығыз орналасуына мүмкіндік бермейді. Бұл мембрана беріктік қасиет береді. Сонымен қатар, біз мына жерден қарай алсақ, әртүрлі қос қабаттан көрі арасында бізде мынандай нәруыздар тұр. Бұл нәруыздар негізінен саңылаулар болып табылады. Бұл ақуыздық құрылымды болып табылатын саңылаулар. Осы арқылы сыртқы ортамен біздің жасуша байланысады. Яғни осы жерден су, минералдар, қоректік заттар, барлық зат алмасулар осы өткізгіш мембраналар арқылы жүзеге асады. Олар мембрана арқылы заттың тасымалын, рецепторлық қасиеті және мембрананың басқа да маңызды функцияларын жүзеге асырады. Мембрана нәруыздарының айналасында аз қозғалатын аннукулеарлы липидтер болады. Ол нәруыздардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Енді біз осы мембрананы айтып өттік, мембрананың құрылысын айттық. Енді оның бізде мынандай маңызды қызметтері бар екен. Олар тосқауылдық қызметі, яғни жасушаны қоршаған ортадан бөліп, таңдамалы өткізгіштікпен реттеуші қызметін атқарады. Бұл жасушаның қажетті заттарды қабылдауын және зиянды заттардан қорғануын қамтамасыз етеді. Яғни жаңа өткен рецепторлық қасиеттер қой. Сол рецепторлық қасиеті
заттарды, өзіне керек заттарды таниды да, солар арқылы таныған затқа жаңағы біздің саңылаулар ашылады да өткізіп жібереді. Ал зиянды заттарды сыртқы жақта қалдырып, оны ішке қарай, ішкі кеңістікке өткізбейді. Бұл тосқауылдық қасиеті, және одновременно это является бізде қорғаныш қасиеті. Екіншісі, ол бізде тасымалдаушы қасиеті. Мембрана арқылы заттардың тасымалдануын және қоректі заттардың жеткізілуін, зат алмасудың соңғы өнімдерінің шығарылуын қамтамасыз етеді. Заттар пассивті және активті тасымалданады. Енді бұл жерде пассивті және активті тасымал дегеніміз не? Пассивті тасымал дегеніміз бұл тасымал үшін, заттарды тасу үшін бізде жасуша ешқандай да энергия жұмсамайды, яғни концентрация градиенті бойынша жүзеге асады тасымал. Яғни бұл қалай? Сыртқы ортадан су сіңіруі. Бұл бізде пассивті тасымал болып табылады. Біздің жасушамыз сыртқы ортадан су сіңіру үшін ешқандай да энергия жұмсамайды. Сыртқы ортаның концентрациясына байланысты сыртқы ортадан су молекулалары энергияның жұмсалуынсыз жасуша ішіне кіріп отырады. Үшінші, механикалық қызметі. Жасушаның автономдығы оның ішкі құрылысын және басқа да жасушалармен байланысын қамтамасыз етеді. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз жасушада сырттан түскен қандай да бір күшке беріктігі арқылы, өзінің тұтастығы арқылы сыртқы ортадан механикалық әсерлерін сақтап, ішкі органоидтарды қорғайды. Төртіншісі, энергетикалық қызметі. Фотосинтез барысында хлоропласттарда жасушалық тыныс алу процесінде митохондрияларда нәруыздардың қатысуымен энергия тасымалдау жүреді. Осылар жұмыс істейді. Біз енді энергетикалық қызметі дегенде мембрана, жалпы мынау жасушаның сыртқы мембранасын емес, оның ішіндегі бізде мембраналар бар ғой, бізде айтып өткеніміз, митохондрияның қос қабаты бар және хлоропласттың қос қабаты бар. Ол неге қос қабатты? Осы мынау қабатында бізде энергетикалық алмасу процестері жүзеге асады. Келесі, ол бізде рецепторлық қасиеті. Рецепторлық қызметі дейді. Рецепторлық қызметі дегеніміз мембрананың рецепторлық нәруыздарды қабылдауы және жасушадан әрекетін туғызып, оған жауап беруі. Мысалы, гормондар арнайы рецепторлар арқылы нысана жасушаларға әсер етеді. Келесі, ферментативтік қызметі. Кейбір мембраналық нәруыздар фермент ретінде қызмет атқарады. Мысалы, ішектің эпителий жасушаларының плазмалық мембраналарында асқорыту ферменттері болады. Жасушаны маркерлеу. Енді бұл өте қызық қызметі. Мембрана жасуша таңдауға мүмкіндік беретін антигендер орналасқан. Бұл басқа жасушаларды тани алатын және олармен байланыс орнататын маркерлер рөлін атқарады. Яғни бізде ағзамызда иммундық жасушалар бар. Ол иммундық жасушалар тек қана бөгде жасушаларды ғана шабуылдайды, яғни антигендерді шабуылдайды. Бірақ ол қалай таниды біздің өзіміздің жасушамыз екенін, басқа сырттан келген ағзаны бөлек жасуша екенін қалай таниды? Ол осы жасуша мембранасында орналасқан маркер арқылы таниды. Яғни кез келген жасушаның беткі аймағында, беткейінде бізде антидене танитындай белгілі бір құрылымдар болады. Біз оны маркерлер деп атаймыз. Келесі, енді біз жасушаның сыртқы қабатын алға өткенбіз. Сыртқы қабатын талқыладық. Енді біз оның ішкі қабатын талқылайтын боламыз.
Ағай, сіз сөйлеп жатсыз ба? Микрофоныңыз өшік тұр. Басқару қызметін атқаратын ядродан жалғастырамыз. Ядро дегеніміз ол бізде жасушаның негізгі бөлігі және жасушаның жұмысын басқарады. Бұл басқарады деген негізі тырнақшаның ішінде, яғни оның қай кезде өмір сүріп аяқтайтынын да қандай да бір жағдайда анықтайды деген ғылыми зерттеулер бар. Енді бұның қызметіне келетін болсақ, тұқым қуалаушылық аппараты, яғни ДНК-ны сақтайды және жасушаның жұмысын басқарады, сонымен қатар бөлінуге қатысады екен. Келесі құрылымы, біз жасушаны талқыладық. Енді жасушаның ішінде бізде ядрошық болады. Бұл ядро дегеніміз қос мембраналы болып табылады. Бірінші мембрана сол сыртқы мембранасы, ішкі жағында ядрошықтың сыртын қаптайтын мембранасы. Ал біздің айтып жатқан ДНК-мыз осы ядрошықтың ішінде орналасқан. Неге ядрошық? Неге бізде ядро қос қабаттан тұрады? Себебі оның ішінде бізде ДНК ақпараты бар. Эволюция кезінде түрлі жағдайлар болған ғой. Соның ішінде ең алғашқы рет бактерияларды қарасақ, оларда ДНК жіп түрінде цитоплазмада жүзіп жүрген. Кейіннен эукариоттарда бұл екі мембраналы органоидпен қапталды. Оның себебі бізде күннен түсетін радиациялық әсерлер бар, сырттан түсетін ультракүлгін сәулелер бар. Осы сәуленің әсерінен барынша қорғанбайтын болса, біздің жаңағы ішіндегі генетикалық ақпаратты сақтайтын ДНК-мыз мутацияға ұшырауы мүмкін. Осындай ағзаның дамуына кері әсер ететін мутацияның алдын алу мақсатында ядро қос қабатты мембранамен қапталған екен. Яғни жалпы мутациядан сақтау мақсатында. Сонымен бізде келесі ол цитоплазма. Цитоплазма дегеніміз жасушаның ішін толтырып тұратын желе тәрізді зат. Ол барлық органеллаларды орнында ұстап тұрады және маңызды химиялық реакциялар жүретін ортаны қамтамасыз етеді. Яғни бұл дегеніміз, мына жерде байқап қарасаңыздар, әртүрлі органоидтар бар. Мұның барлығы жай заттар емес, бұның барлығы органоидтар. Енді осы органоидтардың арасын толтырып тұратын сұйықтық бар ғой. Ол сұйықтық бізде не деп аталады десеңіздер, ол сұйықтық бізде цитоплазма деп аталады. Цитоплазма деп аталады. Қазір.
бұл цитоплазманың өзінің сұйықтық деп, жай ғана су деп қарағанымызбен, оның ішінде күрделі құрылымдар бар. Оның құрамына бізде гиалоплазма, органоидтар және қосындылар кіреді. Енді осы цитоплазмадағы гиалоплазма дегенді қалай түсінесіңдер? Гиалоплазма дегеніміз грекше мөлдір деген мағынаны білдіреді. Органоидтармен, яғни бұл органоидтармен оның қосындыларынан айырылған цитоплазма бөлігі. Ол коллоидты ерітінді болып табылады, яғни дисперсті ортасы су, ал дисперсті фазасы нәруыздар, майлар, көмірсулар және бейорганикалық қосылыстар. Цитоплазманың маңызды реакцияларының бірі ол глюкозаның анаэробты тотығуы. Біз білеміз, глюкозаның тотығуы арқылы бізде АТФ энергиясы түзіледі. Ал бізде глюкозаның тотығуы негізінен митохондрияларда жүргізіледі ғой. Митохондрия осы жаңағы АТФ түзу үшін ауаның қатысуымен бізде энергия өндіреді. Ал ауа жоқ болған кезде анаэробты тотығу болады, ол бізде цитоплазмада жүреді. Келесі гиалоплазмадан бөлек бізде микро түтікшелер бар. Микро түтікшелер дегеніміз ол цитоскелеттің маңызды компоненті болып табылады. Оның ұзындығы микрометрге дейін жетеді, ал диаметрі 25 нанометр. Яғни микро дегенде де нағыз микро түтікшелер ғой. Бұл осы жасушаның ішіндегі сұйықтықтың цитоскелеті болып табылады. Келесі ол бізде микрофиламенттер. Микрофиламенттер дегеніміз бұл микротүтікшелердің әлде қайда жіңішке нәруыз талшықтары. Оның диаметрі 4-6 нанометрді құрайды. Сонымен қатар бұл цитоплазма актин нәруыздарынан құралады, микрофиламенттері. Микрофиламенттер мен микротүтікшелердің не айырмашылығы бар десек, микрофиламенттер одан әлде қайда жіңішке құрылым болып табылады. Біз айтқанымыздай, микротүтікшелер 1 микрометр болатын болса, ол жаңа микрофиламенттер одан 2 есе кішкентай 4-6 нанометрді құрайды. Сонымен қатар бізде бұндай микрофиламенттерден бөлек аралық филаменттер бар. Осы цитоплазмада. Ол аралық филаменттер микротүтікшелерден жіңішке, бірақ микрофиламенттерден қалың болып табылады. Ол цитоплазманы тесіп өтетін қатты және берік нәруыз талшықтары. Сонымен қатар, енді бұның қызметіне тоқталатын болсақ, цитоплазманың қызметі ол зат алмасу процестері жүреді осы цитоплазмада және органоидтарды байланыстырады бір-бірімен. Яғни өзінің коллоид ортасы арқылы органоидтарды байланыстырады. Сонымен қатар заттарды тасымалдауға қатысады екен. Енді біз жасушаның ішіндегі мембранасыз құрылымға келдік. Бұл рибосомалар цитоплазмада қалқып жүретін немесе бұдыр эндоплазмалық торға бекітілген ұсақ моншақ тәрізді құрылымдар. Олар РНК мен ақуыздан тұрады. Түсінікті ғой? Рибосома 2 ағзаттан тұрады. Тек қана РНК және ақуыз. Бұл рибосомалар дегеніміз сонымен қатар барлық эукариот және прокариот жасушаларында болатын органоид. Ол үлкен және кіші 2 суббірліктен тұрады. Негізгі қызметі ол нәруыз молекулаларын жинақтау. Рибосомалар гиалоплазмада бос күйінде немесе ЭПТ-да беткі қабатында бекітілген күйде болады. Так, бізде мынау бөлім кетті ғой.
Сонымен біз келесі құрылымға келдік. Ол бізде эпт. эпт бұл жасушаларды ішіндегі заттарды тасымалдайтын, кейбір заттарды синтездейтін жүйе. Кейбір заттар деп айтып жатырмыз. Ол қалай дегенде, кейбір дегенде бізде ең басты үш қоректі зат бар ғой. Ол бізде ақуыз, май және көмірсу. Осылардың ішінде осы үшеуін де синтездейтін құрылым болып табылады. эпт деген мына жерде көріп тұрғандарыңыздай көк түспен көрсетілген иілген жолдар. Бұны жаттап алу үшін былай, мысалы қаланың ішінде көп заттар бар, зауыттар бар, түрлі ТРЦ-лар бар, сауда үйлері бар, магазин бар. Соның бір-біріне байланыстыратын бізде не? Жолдар бар, эпт-ны біз осы жол деп жаттап алсақ болады. Себебі бүкіл зат алмасу заттары осы жол арқылы өтеді, яғни эпт арқылы өтеді, және эпт арқылы тасымалданады. Бұл бізде ядроға жақын орналасқан, міне көріп тұрғандарыңыздай, ядроға өте жақын орналасқан зат болып табылады. Бұның бізде мынау кішкентай түйіршіктер көріп тұрсыздар ғой. Бұл бізде жаңағы эпт-ға бекітілген рибосома түйіршіктері болып табылады. Осы рибосомалары бекітілген эпт-ны біз түйіршікті эпт деп атаймыз. Ал ондай рибосомалары жоқ эпт-ны оны біз тегіс эпт деп атаймыз. Келесісі бізде маңызды органоид, ол бізде Golgi аппараты. Golgi аппараты ол жасушаларды өңдеп, жинақтап, қажет жерге жеткізетін органоид. Бұны қалай түсінеміз? Бұл дегеніміз ақуыздарды өзгертеді, оларды қаптап, сыртқы ортаға жіберуге реттеп, оларды экспорттайды былайша айтқанда. Және жасушаның ішкі және сыртқы тасымалдарын жүзеге асырады екен. Енді Golgi кешеніне тағы да бір сипаттама беретін болсақ, ол бізде қатпарлардан тұрады және қуыстық жүйесі болады. Міне қатпарларын көріп тұрсыздар, және мынандай қуыстық жүйесі бар. Бұл бір мембраналы органоид және эпт мен
тығыз байланысты. Және Golgi көпіршіктері арқылы тасымалдайды. Мысалы мына заттар болады ғой, бұл заттар міне кішкентай көпіршіктер көп тұр, осы заттар арқылы Golgi өзінің заттарын жан жаққа тасымалдайды. Енді мынау құрылымдарды біз не деп атаймыз? Golgi кешенінің құрылымдарын біз диктиосома деп атаймыз. Бұл Golgi кешенінің құрылымындық функционалдық әдетте 6 цистернадан тұрады. Былайша айтқанда, Golgi аппараты неден тұрады десе, диктиосомалардан тұрады деп жауап бересіздер. Сонымен келесі ол бізде митохондрия. Митохондрия дегеніміз бұл жасушаның электр станциясы. Жасушада, яғни АТФ энергиясын түзетін ең негізгі бірден бір органоид осы болып табылады. Бұның қызметі заттардан энергия өндіру және АТФ түзу. Бұның неде көріп тұрсыздар, бұның негізгі пішіндеріне келетін болсақ, сфера тәрізді, гранула тәрізді, жіп және таяқша тәрізді митохондрия түрлері бар. Бұның мысалдарына кейбір ашытқылар мен кейбір саңырауқұлақтарда бір үлкен бұтақталған митохондрия болады. Ал мидың жүйке талшықтарында бізде жіп тәрізді мембрана болады. Ал бұлшықет ұлпасында күшті бұтақталған митохондрия торы болады екен. Енді динамикаға келетін болсақ, митохондриялар динамикалық құрылым. Олар пішіндерін өзгерте алады, бірігіп алып, дене құрайды және бөлінеді. Орналасуы жағынан митохондриялар жасушаның энергия шығындалатын бөліктерінде синтез жүргізіп, қозғалмалы органоидтерге жақын орналасады. Бізде келесі құрылым ол центриола. Центриола ол бізде мембранасыз құрылымға жатады. Және центриола жасушаның бөлінуіне қатысатын ең негізгі құрылымдардың бірі болып табылады. Центриола, немесе біз оны центросома деп атаймыз, ол микротүтікшелер түзетін орталық. Мынау микротүтікшелерін көріп тұрсыздар ғой. Осы микротүтікшелерді түзетін орталықты біз центриола деп атаймыз. Ол центриола екі центриолден тұрады. Екеу. Біріншісі және екіншісі оған перпендикуляр орналасқан. Олар бір-біріне тік бұрыш жасап орналасқан және центриолдар кішкене цилиндр тәрізді құрылымдар. Олардың қабырғасы 9 триплет микротүтікшеден тұрады. 9 триплет дегеніміз 9 триплет дегеніміз міне мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, күн деп есептесек, күн шуағы тұр ғой, 9 шуағы бар. Әр қайсысы триплет, себебі 3 жіпшеден құралған. Сондықтан біз триплет деп атаймыз. Қабықшасын айттық. Енді үлкен вакуоль. Жалпы бұл өсімдік жасушасының ерекшелігі болып табылады. Бұл үлкен вакуоль болу себебі жасушаға, әсіресе өсімдік жасушасына, ол кейде табиғатқа тәуелді ғой. Оларда су болмай қалуы мүмкін, немесе құрғақшылық болып қалуы мүмкін. Осы жағдайға бейімделген өсімдік өзіне үлкен вакуоль жасап алған. Былайша айтқанда, бұл вакуоль жасушаның өте ауқымды бөлігін алып жататын ең үлкен органоид көлемі бойынша. Оның ең негізгі қызметі су жинайды және қысымды. Оны қысымды біз тутор деп атаймыз. Тургор дегеніміз бұл бізде судың қысымын сақтайды және қор заттарын сақтайды. Қор заттары дегеніміз бізде глюкоза, осы заттарды біз өсімдік жасушасында үлкен вакуольде жинақталады екен.
Келесі құрылым ол бізде хлоропласт. Хлоропласт дегеніміз ол осы өсімдік қылып тұрған негізгі органоид қой. Бұл жалпы хлоропласт бізге пластидтерге жатады. Пластидтер бұл фототрофты жасушалыларға тән мамандандырылған органоидтар. Яғни өсімдіктер және кейбір эукариоттарда құралған. Бұл пластидті ең алғашқы рет Антон Левенгук ашқан. Ол 19 ғасырдың соңында белсенді зерттеу жүргізіп, фотосинтез теориясының дамуы кезінде басталды. Пластидтердің ультра құрылымы мен функциялары 20 ғасырдың екінші жартысында толық ашылды. Енді хлоропласт деп неге жазып қойған десеңіздер, бұл хлоропласт пластидтердің ішіндегі ең негізгі бізге маңызды органоиды болып табылады. Мына суретте көрсетілген бізде хлоропласт. Енді бұл пластиктің бір түрі болып табылады. Хлоропласт бар бізде, хромопласт бар және лейкопласт бар. Біз соның ішінде хлоропласт айтамыз. Хлоропласт хлорофиль мен фотосинтезді қамтамасыз ететін және басқа пигменттерді қамтитын жасыл пластидтер. Міне хлоропласт оның ішінде жасыл түстісі. Әдетте дискоидты, сирек овальды, табақша тәрізді және лента тәрізді формада болады. Жоғарғы өсімдіктердің жасушаларында бірнеше 10 хлоропласт болуы мүмкін. Бір жасушалы балдырларда, мысалы хламидоманада тек бір ғана хлоропласт жасушасы болуы мүмкін. Хлоропласттардан басқа одан бөлек бізде хромопласт және лейкопласттар бар. Хромопласт дегеніміз бұл каротиноидты, яғни сары, қызғылт сары, қызыл пигменттер қамтитын пластидтерді айтамыз. Бұлар қай жерде болады десеңіздер, бұлар жиі жемістердің жасушаларында болады, яғни қызанақ, асқабақ сияқтыша. Сонымен қатар бізде гүлдің жапырақшаларында болады. Гүлдің күлтелері бар ғой, олар мысалы орхидеяларда қарайықшы. Сонымен қатар күзгі жапырақшаларда кездеседі. Келесі сондай-ақ бізде ескі жапырақтар мен өсімдіктердің тамырында болады, мысалы сәбіздің сары түс беретін каротиноидтері осы хромопласттарға жатады. Сонымен қатар бұның екі қабатты мембранасы бар дедік, бірақ тилакоидтардың ішкі жүйесі нашар дамыған. Хлоропласттардан хлорофиль мен тилакоидтарды жоғалтқан кезде дамуы мүмкін. Бұл хромопласттар. Сонымен қатар бізде лейкопласттар бар ғой. Лейкопласт дегеніміз бұл пигментсіз пластидтер, яғни түсі жоқ немесе бозғылт жасыл болады. Бұл запас қоректік заттарды синтездейді және жинайды. Олардың құрылымы хлоропласттардың құрылымына ұқсас. Жарыққа түсірген кезде хлоропласттарға айналып, күрделі ішкі мембраналық жүйе жасай алады. Сирек қана хромопласттарға айналады. Енді міне біз айттық, пластидтердің үш түрі бар. Хлоропласт, хромопласт және лейкопласт деп. Енді олардың ішінде бізде хлоропласттың құрылымына қарайықшы. Бұл неден тұрады жалпы? Барлық пластидтер сияқты хлоропластта екі қабатты мембранамен қоршалған. Бұл біріншісі мынау, бұның ішінде мынандай сұйықтықты көріп тұрсыздар ғой. Бұны біз люмен деп атаймыз. Яғни, бұл тилакоид деп атаймыз, ал мынау жасыл түсті нәрсені көріп тұрған, бұны біз люмен деп атаймыз. Люмен текшелердің ішкі кеңістігі болып табылады. Тилакоидтардың ішкі кеңістігі сұйықтықпен толтырылған. Мұнда фотосинтездің жарыққа тәуелді фазасының маңызды реакциялары өтеді. Ал тилакоид дегеніміз хлоропласттың ішіндегі жазық мембраналық қалта болып табылады. Тилакоидтар хлорофиль сияқты фотосинтез кезінде күн сәулесін жинау үшін күн қажетті пигменттерді қамтиды. Олар жиі грана деп аталатын топтарда жиналады. Мынау 5-ге бөлінгенді көріп тұрсыздар ғой, бұл әрқайсысы бір-бір граналар болып табылады. Грана деген
топ деген сөзді мағынаны білдіреді. Сонымен қатар бізде строма деген бар. Осы оның матрицасы. Строма деген хлоропласттың ішкі ортасы гель тәрізді затпен толтырылған. Стромада фотосинтездің қараңғы фазасы үшін қажетті ферменттер, сондай-ақ хлоропласттардың рибосомалары, ДНК-сы және крахмал бар. Сонымен қатар ламелла деген түсінік бар. Ламелла дегеніміз бұл келокоидтар, гранулаларды байланыстырады. Оның арасында бізде жіпшелер бар. Оны біз ламелла деп атаймыз. Сонымен біз бүгін көптеген құрылымдарын айтып шықтық, және олардың ішкі сипаттарына мән беріп шықтық. Олардың қайсысы қос мембраналы, қайсысы мембранасыз, қайсысы бір мембранадан тұратын бір ауыз айтып өттік. Сонда да бір қайталап шығайық. Сонымен бізде жасушалар көптеген мембраналардан тұрады. Жасуша тірі ағзаның тіршіліктік құрылымдық бірлігі болып табылады. Сонымен қатар ол мынандай органоидтардан тұрады. Оның ішінде бізде қос мембраналы органоидтарға ядро, пластидтер және митохондрияны жатқызамыз. Ал мембранасыз құрылымдарға біз центриола және рибосоманы жатқызамыз. Сонымен қатар бір мембраналы органоидтарға біз жасушаның эпт, тегіс және бұдыр эпт, Гольджи аппараты, вакуоль және лизосоманы жатқызады екенбіз. Сонымен қатар біз олардың әрқайсысына қызметіне тоқталып шықтық. Пластидтердің ең негізгі қызметі ол бізге өсімдікке автотрофтылық беріп жатқан фотосинтез процесін жүзеге асыру болып табылады. Пластидтердің ішінде хлоропласттар жасыл түсті болса, хромопласттар сары, қызыл түсті болады. Ал лейкопласттар өзіндік түсі жоқ, бозғылт немесе боз болып табылады. Оның ішінде хлоропласттардың ішінде бізде жасыл пигмент болады. Жасыл пигменттер олар люминдерге жиналады, гранулалар ретінде бір сапқа тұрады, және олардың айырмаласын ламеллалар арқылы бір-бірімен байланысып тұрады екен. Сонымен қатар ядроның бізде қос қабаты бар дедік. Ядроның ішінде бізде ядрошық орналасқан. Ядрошықтың ішінде осы біз айтып жатқан ДНК жіпшелері, яғни біздің хромосомаларымыз орналасқан екен. Сонымен бүгін біз жасуша мембранасын толықтай қарастырдық. Жасушаның жалпы құрылысына, оның ішкі органоидтарының ерекшеліктеріне, оның құрылымдары мен қызметтеріне тоқталдық. Бүгінгі сабақты соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.